Әлі келіншек шағы жаңадан қалай келіншек болды. Есті әлі таста, бір 10 шақты килограмм тастан, аяғы қылдық. Баяғыда білесің, мен 6 жылдығында қалай билегенімді, қалай өлең айтқанымды. Анау Назарбаевтың басқа бәрінің аузын ашып қалғанын білесің бе? Бұқтыр ба? Соның бәрінің қайталауға болады. Қазір бақыт сондай. Егер өзіңді қолға алсаң, білмедім. Ол өзің ұстау керек, тамағыңды жөндеу керек, спортпен займас ету керек, андай-мұндай сөздермен займас ету керек. Өлең ғана айту керек. Біздің халықтың жағдайы қазір түзеле бастады. Біздің халықтың балаларымыз, қыздарымыз оқи бастады. Шет мемлекетінде оқып келіп жатыр. Біздің байлығымыз көп мемлекеттер жоқ. Сол байлықты игеру керек. Жастар сендерсіңдер. Ештеңеден қорықпау керек. Көп рахмет. Ойнапсыздар. Сіз байламадыңыз ма? Вы давайте не командуйте вообще. Көп рахмет. 30 жыл неге келмедіңіз? Маған қиын болғанда неге маған ақша бермедіңіз? Сіз бай адамсыз, миллиардерсіз. Мен пенсионермін. Өтірік айтпаңыз. Асқар Күлбаев. Мен байға шығатын арманым жоқ. Менің фигурам өзіме ұнайды. Мына кісі өзі мен алғысы келіп жүр ғой. 10 килограмм арықтаңыз деді ғой маған. Сіз алсаңыз да бармаймын. Ондай арманым жоқ. Аман болыңыз, үлкен басыңызды иіп, сахнаға шыққаныңызға көп рахмет.